772 есеп шығарайық. Сату үшін әкелінген алмұрттың 12,4-3 килограмм алмұрт және ол шиеден 1,5-2 килограмм артық. Осы жерден біз шиен табайық. Шиен табу үшін азайтамыз 1,5-2-ні. Ортақ бөлім берейік. Ол бізде 20 санынан болады. 5, 4 дейміз. Бүтін бөліктерін азайтсақ 11-ге тең. Бөлшектің бөлімі 20-ға тең болады. 15 азайтылған 8. Сонда 11,20-дан алымы 7-ге тең болады. Яғни бұл бізде шие. Шиен таптық. Енді апельсин алмұрт пен шиені бірге алғандағы мөлшерге тең. Сонда бізде алмұртымыз 12,4-3 килограмм еді, ал шиеміз 11,20-дан 7 килограммға тең. Бірге алғанда дегені, яғни екеуінің қосындысына тең депті. Ортақ бөлім берейік. 20 санынан 5 болады. Бүтін бөліктерін қосатын болсақ, 23-ке тең. Бөлшектің бөлімі 20-ға тең болады. 15 қосылған 7. 23 бүтін 20-дан 22-ге тең болады. Сонда алым үлкен болып кетті. Біреуін берем. Сонда 24. Бөлшектің бөлімінде 20, алымында 2 қалады. 2 санына қысаттатын болсақ 24, 1, 10 болады екен. Сонда 24,1 бұл бізде апельсин. Енді егер алмұрттан 1,19 килограмм, 10,7 килограмм шие, 23,1 килограмм апельсин сатылса, қанша килограмм жеміс қалды дейді. Бізде алмұртымыз 12,4-3 килограмм еді. Одан сатылғаны 11,9 килограмм. Қосайық. Одан кейін бізде шиеміз 11,20-дан 7 килограмм. Одан сатылғаны 10,17 килограмм. Қосайық. Апельсиніміз 24,1 килограмм. Одан сатылғаны 23,1 килограмм. Енді осы өрнектің нәтижесін алайық. Барлығын ондық бөлшекке айналдырып жазайық. Сонда 12,175 азайтылған 11,19 болады. Қосылған 11,135 азайтылған 10,17. Қосылған 24,1 азайтылған 23,1. Енді орындайық. Жақшанысын орындайтын болсақ, 0,185-ке тең болады. Қосылған екінші жақшаныштың орындайтын болсақ, 0,165-ке тең болады. Қосылған 1. Сонда нәтижесі 2,15 килограмм алма қалады екен. Жеміс қалады. Барлық жемістің 2,15 килограмм ғана қалады екен. Келесі 773-ші есептің біріншісін шығарайық. Егер ойлаған санды 1,15 есе атырып, шыққан көбейтінінің мәнін 91,15 санын азайтса, одан кейін айырманың мәнін 3 есе кемітсе, онда 9,15 шығады дейді. Ойлаған санды табыңыз деді. Егер ойлаған санды, яғни x-ті арттырамыз 1,15 есе, көбейтеміз 1,15-ке. Шыққан көбейтіндіден 91,15-ті азайтуымыз керек. Азайтылған 91,15-ті. Одан кейін айырманың мәнін 3 еселе кемітсе,
яғни шыққан нәтижені 3 есе кемітсе, онда 9,5 шықты дейді. Тең 9,5-ке. Енді осы теңдеуде x-ті табуымыз керек. 1,5 x болады. Азайтылған 91,5 тең 9,5 көбейтілген 3. 1,5 x азайтылған 91,5 тең көбейтетін болсақ 28,5-ке тең болады. 1,5 x тең 28,5 қосылған 91,5. 1,5 x-тің өзін жазамыз да тең деп нәтижесін аламыз. Нәтижесі бізде 120 санына тең болады екен. X-тен 120-ны бөлеміз 1,5-ке. Сонда нәтижесі тең болады екен. 80. Сонда ойлаған санымыз 80-ге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. Егер 39 сан ойлаған санға бөліп шыққан, бірден жазайықшы, егер 39 саны ойлаған санға бөліп, сонда 39 бөлінген x болады. Шыққан бөлінудің мәнін 13,2 санына арттырып, жай ғана арттырады екенбіз. Қосылған сонда 13,2. Одан кейін қосындының мәнін 0,7-ге көбейтсе, шыққан нәтижені 0,7-ге көбейтсе, онда 14,7 деген сан шықты дейді. Яғни ойлаған санын табамыз, яғни x табамыз. 39 бөлінген x қосылған 13,2 тең 14,7 бөлінген 0,7 болады. 39 бөлінген x қосылған 13,2 деймізде, нәтижесі бізде 21 санына тең. 39 бөлінген x тең 21 азайтылған 13,2. 39 бөлінген x нәтижесі тең болады 7,8-ге. X тен 39-ды бөлеміз 7,8-ге. X-тің нәтижесі тең болады екен бізде 5-ке. Сонда ойлаған санымыз 5-ке тең екен.